қалай видеоны ютубқа істейтінін айтатын боламын. Қысқасы бірінші видео түсіретін құрылғылар тұр. Осыларды жүктеп аласыздар. Сосын қысқасы істейсіздер ғой. Мынау мысалы мен видео түсіретін қазір. Мынау мен бұрынғы. Мынау мен қазіргі осы түсіріп жатқан. Мынау Intro Maker. Intro Maker деп Play Market'ten іздейсіздер шығады. Сосын мынада ютубқа қойғаныңызға болады белгілерді. Сосын осыларды қолданасыздар. Бұларды қалай қолданатынын айтып кетейін. Басасыздар, қысқасы Intro Maker'ге кіресіздер. Бірінші анау бастауын істегілеріңіз келсе. Осылай бір нәрсе шығады, X-ті баса саласыздар, тағы X-ті басасыздар, тағы бір нәрсе шықса. Қысқасы мынау мен істегенім ғой. Қысқасы мен қалай істеу керекке айтып кетейін. Қысқасы нақтардан өзіңіздің істейтініңізді таңдайсыздар. Нақтан барс бар, жолбарс бар. Үстін басасыздар, осылай киберпанк шығады. Мысалы, осылай басылады. Яқа атыңыз сосын үстіп жазасызда, болды. Бітті. Бұны осылай установить деген басасыздар. 480 дегендерді басасыздар да, сосын ішіне ала беретін еді. Қысқасы кішкене ұмытып қалып тұрмын қазір. Қалай істейтін. My Works'қа кіреміз. Мен бұрында істеген ғой. Қысқасы солардың біреуін басасыздар да, текстін жазасыздар. Мына мен істеген. Осы мен Intro Maker'ден істеген. Осылай естен басасыздар. Қысқасы солайын сейф дегенде сейфті басасыздар да, өздеріңізге жүктеп аласыздар. Неқта алдағарды істеп қойылады. Сосын да логотиптерді істеп қойылады. Каналға жазылу деген істеп қояды. Бәрін істеп қойылады. Қысқасы Intro Maker'де. Ал енді келесі программаға барайық. Келесі программа YouCut. YouCut'қа кіресіздер осылай. Осылай кіресіздер. Бұның негізі бәріне айта алмаймын, енді ұзақ болып кетеді. Сосын мынадай материалдар бар. Материалдарына таңдауға болады. Видеоға мынадай түстерді. Мынадай істеуге болады. Бұлары бірақ интернетпен кіру керек. Сосын қысқасы мынадай таңдай саласыз. Мынаны бір досым жіберген. Осылай таңдай саласыздар. Осылай мысалы мюзик қойылады. Өзіңнің мюзиктеріңді, басқа мюзиктерді бәрін қойылады. Эффект, мынадайлардан жануарлардікі бар. Сосын болды. Инақта эффекттердің түрі бар. Біреу про, біреу мынадай. Жаңағы интернет керегі. Яқта стикер жапсыруға болады, мысалы.
Осылай тұрасыздар да. Осылай айналдырасыздар. Қайсын басатынын айтып кетейін. Қазір. Мынаны басасыздар. И болды. Мынақта гифтер бар. Оған бірақ өзің гифтерің емес, интернетің керек. Осындай болады. Осылай істесеңіздер ұзарады. Сосын осылай орын алмастыру болады. Үстіп қоясыздар, болды. Мынақта фильтрлер бар. Ал сұрғылт тұратын кішкене нанадай. Ал келесілеріне интернет керегі. Интернетке ақша төлеуге ма. Қысқасы сөйтіп істейсіздер. Мынақта қиюға болады. Тұрасыздар да өйстіп қия саласыздар. TikTok дегенді. И все. Жаңа нәрселер қосады бұдаларды, бірақ өздеріңіз түсініп аласыздар. Так. Қасы тағы істеу керек болып тұр, қиып. Анақта ремонт жүріп жатыр. Осылай шығады. Сосын мынақта жылдамдығын істеуге болады. Мынау болса, қазір қараңыздар. Мынау болса, міне. Тез болып кетеді. Не қойсаңыздар. Екі есеге қояйық та. Тез болып кетеді қысқасы. Бірге қойсаңыздар нормально. Осылай істейсіздер, кез қолданбаға барайық. Сейф деген басасыздар да TikTokқа ма, қайсына сақтайсыздар өздеріңіз білесіздер. WhatsAppқа жібересіздер ма достарыңызға. Мынақта мен істеп жатқаным. Бұдан не істеу керек айтып кетейін. Бұда мынадай болады да, үстін бассаңыздар өйстіп шығады да. Менікі сияқты осылай шығады. И осылайықтан бояп істеуіңізге болады. Осылай. Мынақта бояйтын бар, мынақта стрелка бар, өйстіп қоюыңызға болады. Қайда еді? Қысқасы қатып жатыр кішкене. Өз программасына өзі істелмейді. Мынақта видеоны аяқтау, мынақта қып-қызыл қаз. Мынақта қып-қызыл нәрсе тұрады да, паузаның орнында, соны басасыздар да, и шығады. Солай басасыздар, и мынақта видеоны аяқтайсыздар осылай басып, мынақта бояйсыздар жаңағыдай жасалады. И бұда көп нәрсе айту қажет емес бұл программада. Осылай басасыздар. Мынақта пауза стопқа қоюға, жөндеуге болады. Мынақта суреттер болады скриншоттарыңызда. Мынақта оларды жойып тастауға болатын шығар. Енді мен мұны көп қолданып көрген жоқпын. Кішкене ұлт жүктеу алма, кішкене уақыт. И мынада осы программа. 9 минут көп кетті, шамамен көбірек. И мына соңғы программада бұрынғысы менің. Достар, оны басуға болмайды, мен видео істеп жатырмын. Ой, екінші программа қысқасы басылып кетті. Мына бассаңыздар, қас.
Қысқасы мына жақта бір нәрсе тұрады, видео бастау деген, соны басасыздар. Сосын видеоны бастап кете бересіздер. Осылай үстін басып тұрсаңыз 2 сағат соны тастап жіберіп, оны жоқ қылып жібере аласыздар. Достар, осымен видеомыз аяқталды. 10 минут болып кетті, көп болып кетті. Сау болыңыздар достар.